Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермендер. Сіздер тыңда өмір арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін назарларыңызға тағы бір әсерлі оқиғаны ұсынамыз. Әңгіме басталмас бұрын әңгімені қай жерден тыңдап отырғаныңызды жаза кетіңіз және арнаға жазылып алыңыз. Зәуре апай әдеттегідей есіктің қоңырауын баспай-ақ кіріп келді. Сыртқы есік оның кіргенін өзі сезіп, өздігінен ашылуы тиіс сияқты. Қолында дәріхананың резеңкесімен буылған қалың папка. Ал жүзінде өмірінің соңғы күндерін санап жүрген адамның кейпі. Айгүл, Талғат қайда? Екеуіңе де шұғыл айтуым керек бір маңызды сөз бар. Бірақ алдымен отырып алыңдар. Мұндай әңгімені түрегеп тұрып тыңдауға болмайды. Айгүл сол сәтте 90-дық есепті тексеріп отыр еді. Компьютерден көзін алмастан, Талғат жуынып жатыр. Айта беріңіз, кейін өзіне жеткіземін, деді. Дәрігер менің күнім санаулы ғана қалды, деді. Не саяжайды сатасыңдар, не сенің еңбек демалысыңа дейін мен аман қалмаймын. Айгүл есеп кестесіндегі соңғы формуласын жазып, құжатты сақтап қойды. Содан кейін ғана басын көтеріп, «Қандай дәрігер?» деп сұрады. «Профессор, өте мықты профессор. Тегін ұмытып қалыппын. Бірақ түріне қарасаң-ақ байқайсың, өте беделді адам. Ол маған шұғыл операция қажет, уақыт санаулы, тіпті сағаттар ғана қалуы мүмкін, ақша дайындаңыздар», деді. «Ал диагноз қандай екен?» Зәуре апай сәл ойланып қалды. Әлдебір жауапты ішінен іздеп тұрғандай. Әйтеуір тамырларға байланысты ма? Әлде бір ағзаға қатысты ма? Медициналық тілмен тез-тез айтып кетті. Бәрін түсінбедім. Бірақ операция жасалмаса, соңы жаман болады. Айгүл енесін 14 жылдан бері жақсы білетін. Қаласа, оның ауруларының тарихы туралы ғылыми еңбек жазып шығуға болар еді. Былтыр беліндегі жүйке қысылып қалыпты. Бірақ әлеуметтік бөлімнің ұтыс ойынының нәтижесі шыққан күні жүлде бұйырмағанын білген соң, әлгі ауруы өзінен өзі жоғалып кеткен. Одан бұрын өкпесінде күмәнді дақ табылған екен. Бұл дәл шипажайларға жеңілдік басталған уақытпен сәйкес келген. Тағы бір жолы аяқтары әлсіреп жүре алмай қалған. Бірақ қайынсіңлісінің ұлы анасына жаңа теледидар сыйлап, ал Зәуре апайға ештеңе әкелмеген күні басталған сол әлсіздік бірнеше күннен кейін із-түзсіз жоғалып кеткен. Зәуре апайдың аурулары маусымдық тауар секілдеді. Қажет кезінде пайда болып, шаруасы біткен соң көзден ғайып болатын. «Неге міндетті түрде саяжайды сату керек?» деп сабырмен сұрады Айгүл. «Біраз жинаған ақшамыз бар емес пе?» «Ол ақша не болады? Мұндай операцияға жетпейді. Бұл жай ақша емес, тұтас саяжайдың құны керек. Профессордың өзі солай айтты». Осы кезде жуынатын бөлмеден Талғат шықты. Беліне сүлгі орап алған. Бірақ өзін дәл қымбат костюм кигендей нық ұстап тұр. «Анашым, не болды?» «Болғаны сол, сенің анаң өлім аузында жатыр, ал сен болсаң осылай сүлгімен жүрсің». Талғаттың өңі бірден қашып кетті. Өйткені анасының өлемін деген сөзі оған 20 жылдан бері еш мүлтіксіз әсер ететін. «Анашым, не болды? Қандай операция?» «Профессор уақыт санаулы деді». «Қай профессор? Қай аурухана?» Зәуре апай қолын бұлғап. «Өте үлкен аурухана. Бәрібір қайсы екенінің не қажеті бар? Ең бастысы ақша керек. Әйтпесе кеш болады». Айгүл бір нәрсені анық аңғарды. Енесі нақты ештеңе айтпады. Не диагноз жоқ, не дәрігердің аты жоқ, не аурухананың атауы жоқ, не қабылдау күні жоқ. Бар мәлімет тұман сияқты. Қалың көрінеді, бірақ ішінде ұстайтын ештеңе жоқ. «Жақсы», деді Айгүл. «Онда ауруханадан барлық құжаттарды алайық. Онсыз банкте саяжайды шұғыл сатуға келісім бермейді. Оның үстіне саяжай Ғани ағамен ортақ меншікте тұр. Сондықтан нотариус арқылы рәсімдеу керек болады. Ал оған кемінде 2 апта кетеді. Сондықтан аурухана құжаттары бүгін керек». Бөлме іші үнсіз қалды. Зәуре апай келініне таңырқай қарады. «Қандай құжат?» «Медициналық құжаттар. Оларсыз операция да жасалмайды. Мемлекеттік квота да берілмейді. Тіпті ауруханаға да жатқызбайды. Ол профессор мені өзі таниды. Онда өзіне хабарласыңыз. Жолдаманы жіберсін. Немесе тіркеу бөлімінің нөмірін айтыңыз. Өзім сөйлесемін. Сізді әуреге салмаймын». Зәуре апай мұндай жауап күтпеген еді. Ол әдеттегі сценарийге сенімді болатын. Көз жасы, баласының үрейі, артынша ешқандай сұрақсыз ақша. Бірақ Айгүл сақтандыру компаниясының қызметкеріндей сабырлы еді.
Маған қазір қоңырау шалатын хал жоқ. Өзімді өте нашар сезінттімін. Ол кеудесін ұстай кетті. Кеше жүрегі ауырған еді. Бүгін қолы бауырына қарай ойысты. Әрине, демалыңыз, деді Айгүл жай ғана. Сіз жатып тынығыңыз. Ал мен бәрін өзім анықтап көремін. Бір ғана нәрсе анық. Құжатсыз біз саяжайды сатпаймыз. Бәрі бақылауда деген сөз соншалықты сабырлы шықты. Талғаттың көңілі жайланды. Ал Зәуре апайдың бойын түсініксіз үрей биледі. Өйткені оны тым сыпайы түрде бұрышқа тіреп қойған еді. Кешке Зәуре апай бөлмесіне кіріп кетті. Шын мәнінде демалған жоқ. Қайта қайын сіңлісі Сәулеге телефон шалып, ешқандай сырқаты жоқ адамдай көңілді дауыспен ұзақ сөйлесті. Ал Айгүл телефонын алып емханаға хабарласты. Сәлеметсіз бе? Енемді қайта қабылдауға жаздырғым келеді. Соңғы рет дәрігерге қашан кекарылған білсен деп едім. Тіркеу бөліміндегі қызметкер даусына қарағанда мұндай сұрақтарға әбден үйренген әйел компьютерден мәліметті қарап шықты. Қазір қарайын. Соңғы рет 2 жыл бұрын терапевтің қабылдауында болыпты. Себебі кәдімгі тұмау. Тұмау ма? Басқа ешқандай қабылдау тіркелмеген. Әлде ақылы емханаға барған шығар. Ол жөнінде бізде мәлімет жоқ. Бірақ бір сақтандыру полисімен тіркелген адам болса, маңызды ақпараттың бәрі ортақ медициналық картаға түседі. Айгүл алғысын айтып телефонды қойды. Бірнеше секунд үнсіз отырып қалды. Тәжірибелі есепші үлкен қаржылық есептің соңғы қорытындысы мүлде сәйкес келмей тұрғанын көргендей күй кешті. Осы кезде бөлмеге Талғат кірді. Не білдім? Бір нәрсе анықталды. Сенің анаң соңғы рет дәрігерге 2 жыл бұрын тұмаумен барған екен. Талғат төсектің шетіне үнсіз отырып қалды. Сонда ешқандай профессор болмағаны ма? Солай сияқты. Болса да басқа бір әлемде шығар. Енді не істейміз? Ол саяжайды сатуды талап етіп отыр ғой. Айгүл күйеуіне сабырмен қарады. Әзірге ештеңе істемейміз. Қалай сонда? Керісінше операциясына ақша жинауға көмектесеміз. Бірақ операция жоқ қой. Дәл сондықтан көмектесеміз. Барлық туыстарды араластырамыз. Қанша адам нақты мәлімет сұраса, сонша тезірек шындық ашылады. Талғат бұл жоспарды толық түсінбеді. Бірақ әйелінің даусынан ақ оның шешімнен қайтпайтынын аңғарды. Айгүл көрші бөлмеден анық естіліп тұрған Зәуре апайдың көңілді күлкісіне құлақ түрді. Өлім аузындағы адамның дауысы дәл бұлай шықпайтынын ол жақсы білетін. Ертең Сәулеге хабарлас, деді ол. Не айтайын? Жай ғана халін сұра. Сосын осы айда қандайда бір қымбат зат алмақ ойы бар жоғын байқап көр. Неге? Айгүл жымиып қойды. Меніңше, уақыт ананның өміріне емес, Сәуленің мерейтойына дейін саналып жатқан сияқты. Келесі күні таңертең Айгүл ештеңе болмағандай жүрді. Кофе қайнатып, алдына қойын дәптерін ашты. Ақпараттың жоғарғы жағына ірі әріптермен Зәуре апайдың еміне қаражат жинау жоспары деп жазды. Зәуре апай ас үйге халатымен кіріп келді. Түрінен түні бойы ауыр операция жасаған дәрігердей шаршаңқы киіп тантықсы келгенімен, бұл жасандылық Айгүлдің назарынан тыс қалмады. Қағазды көріп, бірден тоқтап қалды. Бұл не? Жоспар. Қандай жоспар? Ақша жинаудың жоспары. Егер бәріміз аз-аздан қосылсақ, саяжайды сатудың қажеті болмайды. Мен есептеп қойдым. Біз көмектесеміз. Ғанияға көмектеседі, Сәуле көмектеседі. Тіпті саяжайдағы құрбыларыңыз да қосылар. Сонда қажетті қаражат жиналады. Зәуре апайдың өңі өзгеріп кетті. Сәулені неге араластырасыңдар? Ол да отбасы мүшесі ғой. Оның үстіне өзіме уақыт санаулы дедіңіз. Сондықтан бәрін тез ұйымдастыру керек. Зәуре апайдың жанары бір сәтке абыржыған бухгалтердің көзіне ұқсап кетті. Жоқ, ешкімді мазаламаңдар. Өзім бір амалын табармын. Қойыңызшы, мама, деді Талғат, әйелінің кешегі нұсқауын дәл орындап. Денсаулығыңыз бәрінен қымбат. Айтпақшы, кеше Сәулеге хабарластым. Зәуре апай селк етіп. Хабарластық па? Бүгін кешке келетін болды. Осы сөзден кейін Зәуре апай үнсіз ғана сөредегі ескі шынаяққа қарап қалды. Кешке қарай Сәуле келді. Қолында торт емес, көлемді жылтыр каталог салынған сөмке бар. Барлығымен амандасып,
үстел басына отырды. Ал мама, дәрігерлер не деді? Операция керек. Қандай операция? Зәуре апай тағы да нақты жауап бере алмады. Оны түсіндіру қиын. Сол сәтте Айгүл дәптерінен басын көтерді. Айтпақшы, Зәуре апай, мен сақтандыру қорына хабарластым. Олар операция шығынын өтеуге дайын екен. Бірақ бір ғана нәрсе керек. Не? Диагноздың халықаралық коды. Профессор айтқан шығар, бәлкім есіңізде қалған болар. Ас үстін ауыр үнсіздік басты. Қандай код? Аурудың халықаралық коды. Онсыз құжат қабылданбайды. Зәуре апай қолын сілтеп. Мен код жаттап отырған жоқпын. Денсаулығымды ойлап отырдым. Түсінем. Онда басқа жолмен істейік. Ғани ағамен сөйлестім. Ол ақшаның бір бөлігін беруге дайын. Бірақ операцияға берілген жолдаманың көшірмесін сұрады. Өйткені оның сол ауруханада танысы жұмыс істейді екен. Барлығы дұрыс ұйымдастырылсын дейді. Сондықтан тек аурухананың атауын айтсаңыз жеткілікті. Бұл соңғы 2 күннің ішінде Зәуре апайдан нақты жауап сұраған 3-ші адам еді. Әр жаңа сұрақ қойылған сайын оның ойдан шығарған әңгімесі ескі қол шатырдай сөгіле бастады. Кенет ол орнынан асығыстырып кетті. Өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Барып демалайын. Әрине демалыңыз, деді Айгүл сабырмен. Сіз тынығыңыз. Ал біз Сәулемен ұйымдастыру мәселелерін ақылдаса тұрайық. Артық әңгімемен сізді шаршатпаймыз. Зәуре апай бөлмесіне кіріп кеткен соң, Айгүл Сәулеге бұрылды. Сәуле, бір нәрсе сұрасам бола ма? Әрине. Жақында мерейтойыңыз бар ма? Иә, 2 аптадан кейін 50 жасқа толамын. Неге сұрап тұрсыз? Айгүл жай ғана жымиып қойды. Жай қызық көріп тұрмын. Енеңіз операциясына қатты алаңдап жүр екен. Сондықтан ойладым. Бәріміз жиналып отырған соң, сіздің мерейтойыңызды да бірге өткізуге дайындалып қояйық. Осы кезде оның көзі Сәуленің сөмкесіне түсті. Айтпақшы, сөмкеңіздегі жылтыр кітапша не? Сәуле еріксіз сөмкесін өзіне тарта қойды. Ештеңе емес, жай ғана каталог. Қандай каталог? Тондардым. Мама қарап көрейін деп сұраған. Ас үйде тек краннан тамшылаған судың дыбысы ғана естіліп тұрды. Айгүлдің жүзіне әлсіз ғана күлкі үйірілді. Тондардың каталогы дейсіз бе? Иә, мама маған мерейтойға сыйлық жасағысы келетінін айтты. Жақында қолына ақша түсетінін де айтқан. Талғаттың өмі күрт өзгеріп кетті. Ал Айгүл ештеңе болмағандай сабырлы отырды. Жақында ақша түседі. Ол осы сөзді баяу қайталады. Қызық сәйкестік екен. Дәл сол ақша операцияға керек болып тұрған жоқ па еді? Сәуле алғашында ештеңені түсінбей қалды. Бірақ бірнеше секундтан кейін бәрі орнына келе бастады. 1 минут. Сіз, мама саяжайды сатып, маған тон алмақ болды дегіңіз келіп тұр ма? Мен ештеңе айтып отырған жоқпын, деді Айгүл жай ғана. Мен тек сақтандыру қорына керек мәліметтерді жинап жүрмін. Әзірге бізде диагноз жоқ. Дәрігердің аты жоқ. Аурухананың атауы жоқ. Егер Зәуре апай соның біреуін есіне түсірсе, мемлекет операция шығынын өтеуге көмектеседі. Ал егер есіне түсіре алмаса, онда операцияның өзі де болмаған шығар. Айгүлдің дазы ауа райын айтып тұрған диктордай бір қалып деді. Үйге бірінші болып Ғани аға келді. Бойы еңгезердей, дауысы зор кісі. Әдетте бәрімен көрші көшеде тұрған адаммен сөйлескендей қатты сөйлейтін. Қасында костюм киген жас жігіт бар екен. Мынау жылжымайтын мүлік жөніндегі заңгер. Егер саяжай сатылатын болса, бәрін заңға сай рәсімдейді. Ешкім ешкімді алдамайды, деді Ғани аға. Заңгер бұрыштағы орындыққа жайғасып, ноутбугін ашты. Ол отбасы арасындағы әңгіменің мән жайына араласпай, тек құжаттарды рәсімдеуге дайын отырғандай көрінді. Артынша Сәуледе келді. Бұл жолы қолында тондар каталогы жоқ. Оның орнына мерекелік бәліш көтеріп келіпті. Зәуре апай бөлмеден жайлап шықты. Үстінде бозғыл түсті халат. Әлсіз адамның кейпін көрсетуге тырысқанымен, Айгүл оның жүрісінен ешқандай ауыр науқастың белгісін байқамады. Ғани аға үстел басына отырып: «Ал Зәуре, іске көшейік. Қандай ауру? Ақшаны қайда аударамыз?» деді. «Бұл өте жеке мәселе. Біз бөтен емеспіз ғой», деп күлді Ғани аға. «Отбасымыз, зәңгер де дайын отыр. Құжаттарды рәсімдей береді».
Заңгер басын көтеріп. Маған келісімшартқа сатудың мақсаты ғана керек. Медициналық қызметке төлем болса, аурухананың атауы мен есеп-шоты қажет болады, деді. Айгүл алдындағы қағаздарын реттеп қойды. Мен алдын ала есеп шығарып қойдым. Оқы, деді Ғанияға. Біздің аудан бойынша саяжайдың орташа бағасы шамамен 25 миллион теңге. Рәсімдеу шығындары мен салықты алып тастағанда қолымызда шамамен 21 миллион теңге қалады. Операцияның нақты бағасы белгісіз. Бірақ жүрекке немесе қан тамырларына жасалатын күрделі операцияның өзі ең қымбат жекеменшік ауруханалардың өзінде шамамен 3-4 миллион теңгеге дейін аспайды. Айгүл бір сәт үнсіз қалды. Сосын қағазына қарап, демек операциядан кейін шамамен 17 миллион теңге артық қалады. Осы ақшаны қайда жұмсамақпыз? Бұл сұрақты келісімшартқа дұрыс жазу үшін қойып отырмын. Зәуре апайдың өңі әп-сәтте өзгеріп кетті. Бұл жолы ол рөл ойнап тұрған жоқ еді. Өйткені дәл осы сұраққа оның ешқандай жауабы жоқ болатын. Ол кейінгі емге кетеді. Дұрыс, деді Айгүл басын изеп. 16 кезеңі де маңызды. Онда заңгер мырза келісімшартқа операция және кейінгі 16 еміне деп жазады. Тек 16 жүргізілетін аурухананың атауында көрсету керек. Ақшаның қайда жұмсалатыны нақты болуы тиіс. Ғани аға да сөзге араласты. Е, Зәуре, айта сал, қай аурухана? Заңгер жазып отыр. Бөлме іші қайтадан үнсіз қалды. Зәуре апай жан-жағына алақтап қарады. Қабырғадағы күнтізбеге, терезеге, шынаяққа. Тек жауап таба алмады. Сол кезде Сәуле кенет есіне бір нәрсе түскендей сөйледі. Анашым, сіз маған мерейтойға тон алып берем дегеніңіз рас па? Ғанияға таңырқап қалды. Қандай тон? Мама өзі каталог берген. Жақында ақша болады деген. Зәңгер де пернетақтадан қолын алып, әңгімені қызға тыңдай бастады. Айгүл баяу ғана қағаздарын жинап қойды. Сосын енесіне мейірімді үнмен қарады. Зәуре апай, бір ғана нәрсені айта салыңызшы. Қай аурухана? Болды. Барлығымыз дайын отырмыз. Ғанияға ақша беруге дайын. Зәңгер құжатты рәсімдеуге дайын. Мен барлық есепті шығарып қойдым. Тек аурухананың атауы ғана жетіспей тұр. Зәуре апай үндемеді. Маңдайынан моншақ-моншақ тер шыға бастады. Ал Талғат үстелдің астында майлықты уыстап отырды. Ғанияға бірде Сәулеге, бірде Зәуре апайға қарап, бәрін енді ғана түсіне бастағандай ауыр күрсінді. Зәуре, айтшы шынын, сен шынымен дәрігерге бардың ба? Бұл сұрақ бөлмені қалың үнсіздікке бөледі. Бірнеше секунд бойы ешкім тіпті қозғалған жоқ. Зәуре апай ернін әзер қимылдатты. Бардым. Қашан? 2 жыл бұрын. Қандай себеппен? Тұмаумен. Ғанияға басын шайқады. Сонда ешқандай операция жоқ қой? Зәуре апай бірден жауап бермеді. Мен ондай сөз айтпадым. Онда сен не дедің? Профессор айтты. Уақыт санаулы. Саяжайды сату керек. Мына заңгер келісімшартпен отыр. Бәріміз ақша жинап жүрміз. Ал сен не үшін? Заңгер жымиып қойды. Мен әзірге тек келісімшарттың бос үлгісін ғана ашып қойғанмын. Бірақ оның сөзін ешкім естіген жоқ. Өйткені сол сәтте бәрі Зәуре апайдың жауабын күтіп отырған еді. Бөлмені үнсіздік жайлады. Бірнеше секундтан кейін Зәуре апай ауыр күрсініп төмен қарады. Мен Сәулеге мерейтойына жақсы сыйлық жасағым келді. Бұл сөзді естігендердің бәрі антаң болып қалды. Қандай сыйлық? Деп сұрады Талғат. Тон. Зәуре апайдың дауысы бәсең шықты. Қызымның жалақысы аз. Менің зейнетақыммен ондай қымбат дүниеге өмір бойы ақша жиналмайды. Бір рет болса да қызымды қуантып, әдемі тон сыйлағым келді. Талғат үнсіз басын шайқады. Осы бірнеше күн бойы бойын қысқан, ауыр, қорқыныштың орнына енді ыңғайсыздық пен күлкі аралас сезім келді. Сонда саяжайды сатып, Сәулеге тон алып бермек болдыңыз ба? Жоқ. Мен сендердің өздерің көмектесуді ұсынады деп ойладым. Тікелей сұрауға ұялдым. Сондықтан осындай амалға бардым. Айгүл үнсіз ғана алдындағы соңғы қағазды алып, енесінің алдына қойды. Бірінші қағазда дәл сол таңдаған қара қошқыл түсті тонның суреті бар
каталогтың көшірмесі тұр. Екінші қағазда емханадан алынған анықтама. Онда 2 жыл бұрынғы соңғы қабылдау, диагноз, жіті ринит, тұмау деп жазылған. Міне, деді Айгүл сабырмен. Барлық мәлімет бір жерде. Мынау тон, мынау медициналық анықтама. Енді бәрі өз орнына келді. Ғани аға қағаздарды асықпай қарап шықты. Сосын Зәуре апайға қарады. Бір сәт үнсіз отырды. Кенет қақылдап күліп жіберді. Ей, Зәуре-ай, бүкіл елді шулатып, операция ойлап тауыпсың ғой. Зәуре апай қысылып қалды. Мен жамандық ойлаған жоқпын. Сонда бүгін тамырың ауырып еді, жаңа ғана жүрегің еді. Енді бәрі тон болып шықты ғой. Тіпті заңгер де жымиып қойды, ноутбугін жауып жатып. Шынымды айтсам, соңғы уақытта бұдан қызық кеңес беруге қатысқан емеспін. Сәуле орнынан тұрып, анасының жанына келді. Анашым, маған тонның керегі жоқ. Ең бастысы өзіңіздің амандығыңыз. Егер бірге дүкен аралағыңыз келсе, бірге барып көреміз. Бірақ мұндай өтіріктің қажеті жоқ еді. Зәуре апай қызының қолынан ұстап. Тура сұрауға ұялдым. Сондықтан бәрі өздігінен шешілсе екен дедім. Талғатта күліп жіберді. Анашым, 3 күн бойы бүкіл отбасының мазасын алдыңыз. Мен сізді жүрек дәрігеріне апаруға дайындалып жүргенмін. Зәуре апай да жымиып қойды. Онда апара сал. Осындай уайымнан кейін денсаулығынды бір тексертіп алғанында дұрыс шығар. Бұл сөзден кейін үйдегілердің бәрі ду күлді. Бірнеше күн бойы жиналған ауыр көңіл-күй әп-сәтте сейіліп сала берді. Айгүл де алғаш рет жымиып. Міне, енді бәрі өз орнына келді. Келесі жолы бірдеңе керек болса, ауру ойлап таппай-ақ айтыңыз. Отбасында бәрі ақылмен шешіледі. Ғани аға орнынан тұрып. Дәл солай. Ал енді саяжайды ешкім сатпайды. Ал заңгер мырза бүгін бекер келді десек те болады. Заңгер күлімдеп басын изеді. Жоқ, бекер емес. Бүгін мен бір нәрсені түсіндім. Кейде ең қиын келісім шарттар қағазда емес, отбасының ішінде жасалады. Сол күні кешке бәрі дастархан басында бұрынғыдай еркін отырып шай ішті. Тон туралы әңгіме әлі талай рет әзілге айналды. Ал Зәуре апай болса, содан кейін бір нәрсе сұрағысы келсе, маған шұғыл операция керек деудің орнына, балалар, сендермен ақылдасайықшы, деп бастайтын болды. Өйткені ол бір нәрсені анық түсінді. Өтірікпен келген көмек ұзаққа бармайды. Ал шындықпен айтылған өтінішті жақындарын әрдайым түсінуге тырысады. Осымен әңгімеміз аяқталды. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіз. Себебі алда сізді осындай шытырман, әсерлі, шынайы әңгімелер күтетін болады.